Біз және әріп атты тақырыпта сабақ өттім. Балалармен ең алдымен амандасып, түгенделіп көңіл күйлерін сұрадым. Және тақырыпты ашу үшін дыбыстың не екенін, әріптің не екенін, қандай айырмашылықтар бар екенін сұрадым. Дыбыс дегеніміз біз бір сөзді айтсақ, ол дыбысқа жатады. Және біз шапалатсақ, немесе тоқылдатсақ, олар да дыбысқа жатады. Дыбыс деген не? Әріп дегеніміз не? Әріп дегеніміз мысалы, біз бір сөзді айтамыз, ол әріпке жатады. Және оқушылардан айырмашылықтары қандай екенін сұрадым. Дыбысты естиміз, әріпті айтамыз. Барлығы өз ойларын толықтырып айтты. Ал балалар, дауысты дыбыстар мен дауыссыз дыбыстарды қалай түсінесіңдер? Дауысты дыбыстар дегеніміз не, дауыссыз дыбыстар дегеніміз не? Айтқан кезде созылуға келетін, әндетіп айтуға болатын дыбыстар дауысты дыбыстар деп аталады. Дауысты дыбыстар олар: а, е, ё, и, о, у, ю, я. Осылайша барлығының алған жауаптарынан кейін бәріне бағалау жүргіздім. Және де мысал ретінде фонетикалық талдаудың не екенін түсіндіріп, фонетикалық талдау жібердім. Соған қарап барлығы бір сөзден фонетикалық талдау жазды және айтты. Мысалы мен таңдаймын: ана, а, дауысты, жуан, н, ұяң, дауыссыз, ұяң, а, дауысты, жуан. Және тақырыпқа байланысты видеоролик жібердім. Видеороликтің ішінде бала бидің бірлігі атты әңгіме бар. Соны көріп, көргеннен кейін белгі береміз деп айттым. Ол жерде бірнеше тапсырма сұрақтар болды. Барлығына өз ойларын ашық жеткізіп отырды. Және үйге тапсырма ретінде 130 беттегі 65 жаттығуды бердім. Сабақ соңында әдеттегідей кері байланыс жасадым.